Армысыз ардақты поэзия сүйер қауым. Саф өлеңнің жүйрігі, ағиық ақын, қазақ поэзиясының мұзбалағы Мұқағали Мақатаевтың 90 жасқа толуына орай ұйымдастырылған «Есіңе мені алғайсың» атты әдеби сазды поэзиялық кешімізді тамашалауға шақырамыз. Поэзиялық кешімізді әсем әнмен бастайық. Сөзін Мұқағали Мақатаев, әнін Тұрсынғазы Рахимов жазған «Сәби болғым келеді» әнін Бақытбекұлы Мұхаммедтің орындауында қабыл алыңыздар. Мұқағали Сулейменович Мақатаев родился 9 февраля 1931 года в селе Харасас Нарынкольского района Алматинской области. Окончил литературный институт имени Горького. Автор книг «Жизнь-легенда», «Жизнь-река», «Реквием Моцарта», «Избранная». Песня на его стихи «Саржаляу» стала народной. Переводил на казахский язык русскую классику, зарубежную литературу, в
том числе Уолта Уитмена, божественную комедию «Данте». Его имя ставят рядом с именами Абая, Ауэзова и другими классиками казахской литературы. Мукагали Макатаев – лауреат Государственной премии Казахстана. Қарасаз қара шалғын өлеңдестім, жыр жазсам оған жұртым елеңдестің. Өлсе өлер Мұқағали Мақатаев, өлтіре алмас алайда өлеңді ешкім деп, Мұқағалидың өзі жырлағандай, жезқылыштай жырлары әлі ғұмырлы. Ендеше сол бір мәңгілік көштің сырлы әуеніне, жадымызда жаңғырған жыр жолдарына құлақ түрелік. Өзенде жоқ, сыймаған арнасына, жылғада жоқ даламен жалғасуға. Таста тоңған жаңбырдың тамшысындай, қалай біткен мына көл тау басына. Мөлдірейді, қарайды қарғашынға, жалғыздықтан жамандық бар мәсірі. Қанша ғасыр өтті екен, қанша заман, қанша ұрпақ кетті екен, қанша мадам, қанша шырша өсті екен, құлады екен, жетім көлге қараудан шаршамаған. Жетім көлден су ішкен қанша марал, қанша киік қалды екен сайсалада. Қанатынан үзіліп ән самала, қанша маққу кетті екен аңсаған ән. Ортаймаған жетім көл толмағанда, болған өмір ұқсайды болмағанға. Сызатта жоқ бетінде, сызықта жоқ, айдынына аққу қонмаған ба. Қалтарыс бұлтарысы мың сан қабат, қызық өмір ақырын тұрсан қарап. Біреулердің еңбекеш тұзы сор бұл, ал біреулер бақыты жүр сорғалап. Қызық өмір, кім білсін сонысымен, аласымен құласы торысымен, тағдыр түрлі болғанмен, өмір біреу, ұнатамын өмірді сол үшін мен. Ұнайды өмір, ынтымақ күресімен, ешкімде қырғалмайды үлесінен. Өліп талып жеткенде бақытына шорт үзіліп кей тағдыр түгесілген. Өміріме өзімнің таңданамын, қалмайын деп қатардан қарманамын. Бүгінімді өткізсем қиындықпен, ертеніме үмітпен алданамын. Ұнатамын өмірдің ойқырларын, сауық құрып сайрандап тойғыланын. Өмір керек көлеңке шуағымен, өмір керек басқаның қойдым бәрін. Айналғанда аядай қала шықты, алдымыздан кішкентай ана шықты. Қырда отырған ауылға апаратын жалғыз аяқ соқпақтан адасыпты. Бір қолында батпандай қуыршағы, бір қолында ойыншық құлыншағы. Екі жансыз мүсінді мәпелейді біресе ұрсады. Қарадықта селт етпей жанарымыз, алжығанға санадық ананымыз. Боран ұлып бетінен бозақ ұшқан, сұлап жатыр далада жаралы күз. Бәйек болмай отырған жан қалмады, сонда да ана назарын аудармады. Сәби дейін өзімен өзі болып, қуыршақпен құлыншақ алданған. Сөзге тартпақ болып ек естімеді. Адам қалай оп-оңай ескіреді. Адамның ғұмырынан қысқа не бар, күннен кейсе болғаны кешкіреді. Әке, сенің жасыңнан асып барам. Кезі келгенде жасып талам, кезі келгенде тасып талам. Мұны өмірге бәрібір ғашық балам. Құралақан емеспін қуаныштан, қуаныштар алдымда құрақ ұшқан. Бір арыстан өмірден өткенімен, өмір сүріп келеді бір арыстан. Өкінме әке, отың бар сөнбей тұғын, ол мәңгілік жанады көрмей тұның. Ұрпағың бар, ел менен ер намысын, тірі тұрса, қолынан бермей тұғын. Жоқ, дәрігер, орнатпа басқа жүрек, басқа лепіл жасама басқа леп. Қалай айтам білінген жүрегімді, білдірмей доғдыр алып тастады деп. Өңгеріп, өгей жүрек қайда барам, өзгенің ғұмырын қалай пайдаланам. Сыйыңа рахмет, қайран адам, өзімнің жүрегімдей қайдамаған. Алмастырам, дедің ау алмастырам, сірә менің жұлдызым жанбас бұдан. Тула жүрек, өкінем мен несіне,
туған жүрек әрине өлмесін бе? Жоқ, дәрігер, қозғама, дамылдасын. Әрбір жүрек өзінің кеудесінде. Өмір жайлы сұрай бермесем менен, өмірді мен әлі зерттеп көрмеп ем. Өмір жайлы білгің келсе, қартқа бар қан майданнан, жалғыз ұлы келмеген, жесір келін, бір нәресте көрмеген, жетім шалды бал орнына тербеген. Өмір жайлы не түсінем мен деген, өмір жайлы сұрай берме сен менен. Өмір жайлы білгің келсе, қартқа бар, өміріне кегі кеткен, өлмеген, жалған айып тағылғанда көлденең, ақиқаттың әппақ туын бермеген. Содан сұра өмірді. Нені көрді, нені сезді, не білді, неге ақылды ақымақтан жеңілді, біреу жылап, біреу неге көңілді. Мукагали Макатаев прожил недолгую, но яркую творческую жизнь. Больше 30 лет он провел в родном Карасазе. Последние 10 лет его жизни, исключая 2 года учебы в Москве в литературном институте, прошли в Алма-Ате. Друзья и современники ценили его оптимизм, жизнелюбие, постоянный поиск. Где бы ему ни приходилось работать, секретарем аулсовета, заведующим Красной юртой, литературным сотрудником в районной газете, диктором казахского радио, заведующим отделом в газетах «Социалистік Казахстан», «Қазақ әдебиеті», журналах «Мәдениет және тұрмыс», «Жұлдыз», литературным консультантом в Союзе писателей. Главным для него было, как донести до читателя то, что переполняло его, не давало покоя. Для него жизненно важно было, чтобы строки, простые как жизнь, народ понял и полюбил. Бір ғасырда біртуар дара ақын Мұқағали Мақатаевтың жүрек тебірентер жырлары арадан қанша уақыт өтсе де халықтың мәңгі есінде. Ақын поэзиясы жұмыр жердің барлық мәселелерін қамтиды. Ол қай тақырыпта жазса да, жалған сезім, жылтырақ сөзге әуес болған жоқ. Мұқағали Мақатаев қазақ поэзия аспанына саңлап көтерілгенде, өзінің орнын Абайдан кейін сайлағандай әсер қалдырды. Себебі бұған дейінгі Мағжан, Шәкәрім сияқты алыптарымыз ол кезде Кеңес одағының қара бұлтының астында қамалып жатқан болатын. Сондықтан да болар жұрт Абайдан кейін Мұқағалиды аспанға көтергендей болды. Әрине Мұқағалимен қатар шыққан Төлеген Айбергенов, Фариза Оңғарсыновалар да Мұқағали есімімен қатар аталатын аяулы ақындар еді. Тұманбай Молдағалиев, Қадыр Мырзалиев, Жұмекен Нәжімеденов сияқты ақындардың да орны қазақ поэзия үшін биіктеді. Дегенмен Мұқағали десе, жұрттың бәрі неге елең ете қалады дерсіз. Өйткені Мұқағали нені жырласа да тереңдеп, шынайы махаббатпен, жүрекпен жырлайтын еді. Мұқағали халықтың тұнық, шұрайлы, сұлу тілімен жазды. Әрине оқырманды бұл да тартады. Дегенмен Абай айтпақшы, сырты күміс, іші алтын сөз жақсы Мұқағалидан табылды. Кешегі Кеңес өкіметін мақтаудан, соны компартияны көкке көтеру жырлаудан туған тақпақтардан әбден жалыққан жұрт Мұқағали поэзиясы шыққан кезде салқындаудан самал ескендей әсерде болды. Және де Мұқағали Мақатаев кешегі Абай шыққан биіктен табылып, жалпы адамзат тақырыбында өлім мен өмірдің мәні жайындағы ұлы тақырыптарға да баралды және кереметтей биік, асқақ түрде жырлады.
Мұқағали жалпы қазақтың жүрегінен жол таба білген ақын. Мен сонау 80 жылдары оқып жүрген кезде Қазақ мемлекеттік университетінде сол жерде оқитын 12 факультеттің физика, математика, химия, биология сияқты факультеттерінің студенттерінің бәрі дерлік Мұқағали Мақатаев жырларын жаттап өсті. Олар әрбір ай сайын дерлік Мұқағалиға арналған поэзия кешін өткізіп тұратынды. Мұқағали қазақ дейтін халық жасай бергенде мәңгі жасай беретін биік, асқақ, шеті шегі адамзат әлеммен байланысып жатқан керемет поэмалар, ұлы поэзия тудырған ғаламат ақын. Қазақ деген халық жасай бергенде Мұқағали Мақатаевтың есімі де мәңгі бола береді. Кез келген өнердің сыншысы халық, бағасын беретінде халық, ал сол өнерді халыққа сүйкімді ететін, сол өнердің мәртебесін асқақтатып тұратын тұлғалар болады. Сондай тұлғаның бірі қазақ поэзиясында Мұқағали Мақатаев. Қазақ өлеңінің қадірін, қазақ өлеңінің мәртебесін асқақтатқан тұлғаның бірі. Мәселен, қазіргі қазақ поэзиясында жас ақындар көп дейтін пікір бар. Әсіресе тәуелсіздік жылдарынан кейін жас түлектердің поэзияның үлкен атырауына жарыса ұмтылуы осы бір ақынның ықпалынан, осы бір ақынның жырларының жалынынан деп айтсақ қателеспейміз. Себебі өлең соқпағының басынан түскен өлеңдердің ішінде Мұқағалиды оқымайтыны, Мұқағалиды жаттамайтыны жоқ деуге болады. Сондай жас ақынның бірі өзіміз қазірдің өзінде өзіндік сүрлеу тауып, өзіндік жолмен келе жатсақ, ақиық ақындардың жырларының арқасы деп білеміз. Оның ішінде Мұқағали Мақатаев. Өйткені біз де Мұқағалиды жаттап өстік, оқып өстік, жастанып өстік. Сол себепті қазақ поэзиясында жалынды жастар бар кезде, жас ақындар бар кезде Мұқағали есімі мәңгілік жасай береді. Бұл бұған дейін де айтылған, әбден шегеленген тақырып, пікір білесіздер. Сол себепті Мұқағали жырларын жаттайтын жастардың қатары сиремесін, арта берсін. Өлең сүйер жастар өрлеген сайын Мұқағалидың жыры да мәңгілік жасай береді деп білеміз. Он искал слова, писал Ануар Алимжанов, которые бы полнее выражали смысл жизни, суть труда и дел нашего поколения. И он сумел найти такие слова. Добротой наполнены его строки, добротой и любовью к человеку. Первые стихи 17-летнего Мұқағали увидели свет в 1948 году в газете «Советская граница». Первая книга стихов Мұқағали Мақатаева вышла, когда ему было 33. Мұқағали Мақатаев не издал при жизни и половины написанного им. Поэт ушел из жизни, когда ему было всего 45, оставив в наследство грядущим поколениям свои многочисленные строки. Шеше, сен бақыттысың, жыламағым. Жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едің ғой сұрағаның. Сондықтан жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой қасыңдамын. Өлмеймін, мен өзіңдей асылданмын. Таусылып өз-өзіңнен шашылмағын. Байырғы берекеңді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа. Өзім кепіл тот басып тоз басыма. Екі жыр жазсам саған бірін арнап, шеше, деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім кеше көрсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Шеше, сен бақыттысың, тербете бер, құба талдан иілген бесігімді. Шеше, сен бақыттысың.
кешіміз өз мәресіне жетті. Музей қорық іс-шараны ұйымдастыруға белсене атсалысқан барша қатысушыларға алғыс білдіреді. Ел ішіндегі індетке байланысты осындай дара тұлғаның 90 жылдық мерейтойын онлайн түрде өткізіп отырмыз. Ел іргесі бүтін болсын, келесі кеште кездескенше аман сау болайық.